Думан, айтшы. Айтыңызшы, сіз қазір айттыңыз, Қаржаубай ағамен Тұрсын сөйлесіп тұрсың, спокойно сөйлесті ол кісі дейсің. Ал сен қасында сол жерде тұрған Дарханмен Нұрбол қазір азаматты айтты. Ол кісі агрессивный болды. 2-3 рет шығып пышақты сілтеді маған деді, сермеді деді. Сен солардың ортасында тұрсың. Бейне таспадан да өзіңді қара. Жоқ, ол бейне таспада сөйлескен кезде менімен нормаль жақсы сөйлескен. Жоқ, сен солармен тұрсың ғой қасында. Иә, Қасында ар жағында пышақ алып тұрғанда да сен тұрсың. Сен сол кезде ол кісінің агрессиясын байқамадың ба? Сен қасында 3 жігіт байқап тұр соны. Жоқ, олай байқаған жоқпын, қатты агрессиясын. Менімен жақсы сөйлескен. Жоқ, семен жарайды сөйлесті. Сен солардың қасында 4 адам қасында, сен тұрсың 5-ші болып. Сен сол кісінің агрессиясын сонда қалай байқамайсың? Сен қасында 3 жігіт көріп тұр. Пышақ неткенін көріп тұр ғой? Жақсы, басқа сұрағыңыз. Жақсы, басқа сұрағым да бар. Жаңа сен үйіңе кетіп қалдың түнде, иә? Сосын ертеңгі күні сабаққа барасың, школға бардың, мектепке бардың. Сен айтып жатсың, мен сағат 9-10 шамасында, жаңағы, 10 шамасында телефоннан жаңағы көрдің. Осындай бала қайтыс болып кетті деп естідің. Сосын сен үйге келдім деп тұрсың сағат 2-3-те. Сонда тағы естисің. Сенің осы қасында болған жеті, осы ағам деп тұрсың, Нұрбол, бәрі болды деп тұрсың. Соларды қамаққа алды дедің. Сен ойыңда сонда болмады ма? Мен барып полицияға, мен сол жерде болдым ғой, мен соның бәрін айтып берейін деген. Жоқ, сағат 11-12 шамасында ұсталғаннан кейін білмеймін, барлығы ұсталды соған. Жоқ, енді сен сол жерде болдың ғой, мен барайын сол жерде, мен соны айтып берейін деген сенде ой тумады ма? Жоқ, сен үйің ішіндегілерге де айттың ғой. Жас толмағанға қысым жасамау. Мен қысым жасап тұрған жоқ, мен сұрақ қойып тұрмын. Мен қысым жасап тұрған жоқ, мен сұрақ қойып тұрмын. Қойыңыз сұрағыңыз. Иә, соған жауап бере аласың ба? Барлығын ұстады ғой. Иә, барлығын ұстады. Сен де болдың ғой сол жерде. Сен үйге келдің, ондай айттың. екенін білмедім. Жоқ, сен енді өзің ойың болмады ма? Мен барып соны айтып берейін полиция қызметкерлеріне деген ойың болды ма сенде? Сен солармен бірге болдың ғой. Қорқтым мен. Хорошо. А сені содан кейін қай күні шақырды полиция қызметкерлері сұрақ жауап алуға? Есіңде бар ма? 7 қазан күні. Сен 7 қазанға дейін мысалы аралығында 3 күн өтті, үйде жаттың. 2 күн өтті. 2 күн өтті. Жарайды, 4, 5, 6, 3-ші күні сені шақырды. Енді сол күнге дейін сенің бір ағаларыңа жаның ашып сол жерде сен болдың ғой. Мен чисто мынандай қандай кішкентай бала болсам да адамгершілікпен сұрап тұрмын. Өзің барып айтуға болатын еді ғой. Сен сондай мүмкіндігің болды ғой сол жерде. Қорқтым ол кезде. Кімнен қорқтың? Балалардан қорқтың ба, ұрып кетеді деп? Жоқ, полиция қызметкерлерінен қорқтың ба? Полиция қызметкерлерін білмедім ғой мен ондай екенін. Жоқ, сен естідің ғой, бала қайтыс болып кетті деп. Құрметті төраға, бұл жерде уже қылмыс ашылып кеткен жағдай ғой, жетісінде. Жақсы, қылмыс ашылған, оған хабарлайтын ештеңе жоқ. Басқа сұрағыңыз бар ма? Қылмыс түнгі 2:30-да ашылған. Жақсы, оны тұжырымыңызды өзіңіз жарты сөзде айтасыз. Айтамын. Жақсы. Менде бар сұрақ, менде бар. Ержанов адвокат Аскентайдың мүддесін қорғаймын. Думан, айтыңызшы, осы мына Шерзаттың дос балалары не себепті магазинге келді? Вот келген жағдайда мына көз қарасынан былай қарап бір агрессия білдірді ма сіздерге? Жоқ, амандастық құры болды, сосын мен көлікке барып отырдым.